Сырт елердің диққат-итибарын тартқан ең ажайып тарихи мирасларымыздың бірі Шылпық естелігі. Шылпық қорғаны Сұлтан Уайс тауы һәм төбешіктерінде жайласқан тарихи естелік болып есептелінеді. Ол Нөгіз қаласынан 43 километр ұзақлықта жайласқан. Оның диуаллары сары құмтастан һәм ылайдан жасалған. Шылпық диуалларында һәм пақсасында гүлал науалар болып, олар арқылы жауын сулары сыртқа ағып кететұғын болған. Хаттекі қорғанда жерасты жоллары да болған. Рус археологы, тарихшысы һәм алымы Толстов Сергей Павлович Шылпықта дәслепкі іздеулер жұмысларын алып барған. Оның пікірінше бұл естелік тахма вазипасын атқарған деген жұмаққа келген. Дахма сөзі үнсіз мұнара деген мағынаны білдіреді. Дахма дүниядағы ең айынғы діндердің бірі болған Зардуштилік дініменен байланысты. Зардуштилік дінінің мұқаддес кітабы Авестода адам өлгеннен кейін оның денесі тахмаға шығарылып, жыртқыш құстарға һәм хайуанларға жемтік етілуі керек екенлігі жазылған. Арадан қандай да бір уақытлар өткеннен кейін етінен тазаланылған сүйектерді жинап алып, оларды асуариларға салатұғын болған. Асуари деген бұл әйне осы сүйектерді салатұғын ыдыс. Бұндай ыдысларды қазіргі Нөгіз қаласында жайласқан Савицкий атындағы музейде көруіңізге болады. Шылпық қорғаны туралы тарихи мағлұматларға қоса бізге шекем жетіп келген халық ауызекі әпсаналары да бар. Әпсанаға қарағанда ерте заманларда жасы қайтқан қарылардан уаз кешіп, оларды тауда қалдырып кету дәстүрге айланған екен. Бір күні Шылпық деген жас жігітте әкесін тауға апарып тасламақшы болыпты. Ол да тауға шығып баратырып демалмақшы болып бір тастың үстіне отырыпты. Сонда әкесі күліп жіберіпті. Шылпық, неге күлесіз? Мен сізді төбеге апарып таслай жақпан ғой деп сұрау беріпті. Әкесі, мен де әкемді алып кетіріп осы жерде демалып едім. Сол ядыма түсіп кетті деп жауап беріпті. Шылпық әкесін апарып тастау ойынан қайтып, оны үйіне жасырын түрде сақлапты. Бұндай іс-әрекеті үшін болса, Шылпықты өлім жазасына бұйыруы мүмкін еді. Бір күні сол елдің патшасы ауырып қалыпты. Әмме жерден тәуіп шақырылған болса да, еш қайсы патшаны емлей алмапты. Сонда Шылпықтың әкесі бір шөптің атын айтып, патшаға сол шөптің суын ішсе, жазылып кетеді деп мәслихат беріпті. Баласы бұны патшаға апарып беріпті. Шөптің суынан тәуір болған патша Шылпықтан бұл ажайып шөп хақында қаяқтан білгеніне қызықсыныпты. Ол бір қасық қанымнан кешсеңіз, сырымды айтаман деп жауап беріпті. Патша разы болғаннан соң Шылпық бұны жасырып бағып отырған әкем айтқан еді. Егер де бұны біліп қалғаныңызда мені өлім жазасы күтіп тұр еді депті. Бұндан соң патша ендігіден былай ғарылар тауға апарып тасланбасын. Өз әжелі менен өлгенге шекем бағылсын деп бұйрық берген екен. Шылпық қорғаны хақындағы халық ауыздан ауызға өтіп келген әпсаналар жүр көп. Бұлардың қайсы бірі хақиқатқа жақын екенлігін бір Алланың өзі біледі. Тағы да мағлұмат сыпатында ұсын айтып өтсем болады. Шылпықтың төменгі ені 130-150 пәлентлігі болса 30-33 метр. Табиғи төбелік басына құрылған шеңбер формасындағы құрылыс болып есептелінеді. Ол ылайдан тікленген қалың диуаллар менен оралған. Сол әйемгі диуаллардың үсі күнге шекем 15 метр биіктікте бұзылмастан сақланып келуінің сыры біздіңше құрылыста сіленген ылайлардың жақсылығы. Бәріде һәм күзде болған сел жаулардан оларды сақлау мақсатында су ағардың орнатылуында болса керек. Жақсы ылайдан істетіліп, құмбызда пісірілген бұл су ағарлардан әзірге шекем пайдаланылса болады. Шылпықтың батыс тарапында жайласқан даруазасына сіленген текшелердің ұлуыма ұзындығы 20 метр болған. Оны археологиялық зерттеулер уақытында үлкен қам кірпіштен сіленген 75 текшенің де екі бойында диуаллардың қалдықтары бар екенлігі анықталған. 20 ғасырдың басларына шекем Шылпық бойында Наурыз, Құрбан айты байрамларына арналған бүткіл халық сейілдері өткеріліп келінген.
Әйемгі дәуірлерде бұндай бүткіл халық сейіллерге жылына бір мәрте елдің құмдарлары шығып халық бенен ұшырасатұғын болған. 19 әсірдің орталарында бір алманы бөлісіп жеген қарақалпақлардың 60 биі сол орында ант берген. Қысқасы, халқымыздың тарихындағы шылпы қорғаны бөлек орын иелеген естелік есептеледі.